Құрметті ағайын, шұғыл жаңалық. Атырау облысы Жангелдин ауылында ерлі-зайыптыны айуандықпен өлтірген күдікті ақыры ұсталды. Сұлтан Сәрсемалиев Құрметті ағайын, шұғыл жаңалық. Атырау облысы Жангелдин ауылында ерлі-зайыптыны айуандықпен өлтірген күдікті ақыры ұсталды. Сұлтан Сәрсемалиев Индонезияның Айдаладағы бір аралынан табылған екен. Оның жұбайы Ақбаян Мұқанғалиеваның да жүрген жері анықталыпты. Енді оларды депортациялау мәселесі қарастырылып жатыр. Өкінішке қарай, ізім қайым жоғалған 35 жастағы мүгедектігі бар Мейрамгүл Қарабалиева мен інісі Наурыз Мұқанғалиевтің әлі күнге дейін қайда жүргені белгісіз. Егерде жаңағы Сұлтан Сәрсемалиев пен жұбайын депортациялап елге кіргізетін болса, енді жауабынан сұрағы көп жантүршігерлік қылмыстың жай-жапсары тергеу барысында анықталады деп үміттенеміз. Атырау облысында бүтін бір отбасыны өлтірді деп күдікке ілінген ерлі-зайыпты ақыры ұсталды. Яғни қайда ұсталды десеңіз, Индонезияда Ломбок аралындағы Синару ауылында аса ауыр қылмыс жасаған осы ер адам ұсталды. Мұны ұстаған Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері шетелдік әріптестермен бірлесіп, жаңа айтқанда Индонезиядан Ломбок аралындағы Синару ауылында ұстады. Қазір елге әкелу бойынша жұмыстары жүріп жатыр. Шынын айтқан кезде Қазақстанға депортацияланады, жазасы алынады. Еске салсақ, 2025 жылдың соңында жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен бүтін бір отбасы мәйіттері, өздеріңіз білесіздер, енді басынан бастап айтудың қажеті жоқ, айтуға ауыз бармайды. Айуандықпен жасалған еді, осындай іс енді міне ұсталып отыр. Шынды айтқан кезде, бұдан бөлек енді хакерде белгісіз адамдардың осы жақта жүргенін айтқан еді, бірақ оны Атырау облысындағы мамандар жоққа шығарды. Бірақ дегенмен де бастысы қалай болғанда да ұсталды. Шынды айтқан кезде қылмыскер тұтқындалды. А вы уже слышали эту ужасную историю, где вся семья сначала пропала без вести, потом их нашли убитыми у себя в сарае, это оказался их зять виновником, в итоге его нашли на Бали, и я хочу сделать его нумерологический разбор для того, чтобы объяснить, как он пришел к такому, что его сподвигло на такой поступок. Во-первых, Султан Сәрсемалиев, убийца этих людей, 17-й аркан, и это говорит о том, что такому человеку всегда было очень важно стремиться к популярности, вести свой блог, передавать знания. Он должен был прославиться в любом случае. В итоге он прославился, но в негативном ключе. То есть сейчас о нем знает весь Казахстан, чуть ли не весь мир, о том, что он убил своих родственников. Он мог прославиться экологично, то есть начать вести блог, быть знаменитым, популярным, передавать какие-то знания, но он не пришел к этому самостоятельно, и как следствие его судьба развернулась так, что он теперь популярен на весь Казахстан, но вот в таком негативном ключе. В энергиях на год, ему сейчас 29 лет, у него стоит 19-я энергия, которая опять-таки тоже говорит о том, что именно в этот год он прославится. И он мог бы прославиться, стать каким-то знаменитым, классным человеком, но прославился он именно так на весь Казахстан. Также у него стоят очень властные энергии, 4-й аркан, 7-й, и все это говорит о том, что у него очень огромный потенциал. То есть он мог достичь очень многого, и, скорее всего, его душа, он сам стремился именно к этому. То есть он жаждал денег, власти, но не пришел к этому экологичным путем, он не пришел к этому самостоятельно, не добился больших денег и решил сделать это вот таким образом, то есть убив своих родителей своей жены, и как следствие это все вот так вот очень нехорошо для него обернулось. Также перед ним стоят такие непростые задачи, как трансформация его мышления, смена его мировоззрения и очень такие творческие коды, которые требуют от него самореализации, но он все это проигнорировал и как следствие выбрал такие пути решения своих проблем, как просто убийство
родителей своей жены. Сейчас его планируют экстрадировать в Казахстан, и здесь, конечно же, будут судить. И вот что бывает, когда человек идет против выполнения своих задач и проживает свои энергии в минусе. Ну а для того, чтобы тебе не совершать такие ошибки, проживать свои энергии экологично, выводить их в плюс и улучшать свою жизнь, рекомендую записаться ко мне на консультацию. Атырау облысы Жангелдин ауылында тұтастай бір жоғалып кеткен отбасы ісі бойынша осы әулеттің күйеу баласы әрі күдікті Сұлтан Сәрсемалиев күні кеше Индонезияда ұсталды. Ал хабар ошарсыз кетті деген осы жанұяның қызы әрі Сәрсемалиевтің жары Ақбаян Мұханғалиева да Индонезияда ұсталып, оған бірден күдікті статусы берілген. Қазіргі таңда ішкі істер министрлігі оларды елге қайтару мәселесін шешіп жатыр. Еске сала кетейік, Атырау облысында тұтастай бір жоғалып кетті деген отбасы туралы ақпарат өткен жылдың желтоқсанында шыға бастаған еді. Араға біраз уақыт салғаннан кейін 2026 жылдың 8 қаңтарында егде тартқан ерлі зайыптылардың денесі өз ауласындағы ескі сарайдың ішінен табылған еді. Сонымен қатар осы отбасының тағы бір ұлы мен қызы Мейрамгүл Қарабалина мен Наурыз Мұханғалиев әлі күнге хабар ошарсыз. Ордаға жазылыңыздар, маңызды жаңалықтарды бізден. Ішкі істер органдары, полиция департаменті Атыраудың жоқ, олар шетелге шыққан жоқ деп жоққа шығарып жатқан кезде мен осы атыраулық блогердің, жаңағы енді Дубайдағы блогер деп хакердің жазбасымен бөлістім өзімнің әлеуметтік желімде, Фейсбукта тапсаңыз болады. Және сол кезде бүйтіп жазған бір еді. Бұл қазақ детективінің, болашақ қазақ детективінің бейнесі деп жазған едім. Қазіргі мына цифровизация заманында мынау барлық жерде бейне камералар, бәріміздің қолымызда мына смартфон бар. Сонда телефондағы жаңағыдай хат алмасулар, болмаса мынау биллинг арқылы көптеген қылмыстарды оңай ашуға болады қазір, жеңілдетілген. Ал ішкі істер органдарында полиция қызметкерлерінің барлығы бірдей, ондай хакерлік мүмкіндіктер жоқ. Ал жақсы хакерлар, болмаса жақсы мынау цифрлық әлемде мен жұмыс әлемдегі жақсы мықты мамандар, олар ішкі істер органдарынан азғантай жалақысын жұмысқа барғысы келмейді. Сондықтан мына детективтік қызмет туралы болсаң, осы керемет бір былайша бірін-бірі толықтыратын болады осы бағыттағы жұмыстарды. Мен қазір телефонда қарап жатсам, стрелкінің бәрін бір жаққа бұрып қойып, енді айтпай жатқан сөз жоқ. Күйеу баласы жасаған анау мынау деп, енді соны енді аналар тауып сөйтіп кеткен жөн. Ол мен тіпті ана бір кісінің жасайтын, яғни Сұлтан жасайды деген ол тіпті ұшықта ақша түсіме көрмейді. Мен 100% сенем. Қой бауыздау білмейтін кісі, соған дәті бармайтын кісі жаңағыдай неге қалай барады деп ойлайсың ғанда. Анау деген бір профессионал маньяктың жасайтын жұмысы ғой. Кәдімгі өлтіріп, хладнокровно көміп, маскировать етіп, бәрін жауып, үсін несін. Ол өшпенді болатын бір көшедегі бір кісі емес, ата енесі туған. Қасында әйелі жүр мысалы енді. Айтылып жатқан әңгімелерге қалай сенесің енді? Әкесі бола тұра, тем более, оның тіпті дөйден түскендей айтатын сөздер жоқ.